Құрметті әлеуметтік желінің қолданушылар, қымбатты ағайындар, соңғы күндері КТК және 31-ші телеарна каналдары орта ғасырлық сарайшықтағы атқарылып жатқан жұмыстар туралы кейбір тұрғындардың сыни көзқарастарын жинақтап, біздің жұмыстарымыз туралы бір жақты көзқарасты қалыптастырды. Біздіңше оған екі себеп бар. Біріншіден, 2019 жылдан бастап сол орта ғасырлық сарайшық аумағындағы ескі қорымға жерлеуді тоқтату. Әрине түсінікті, ескі қорымда сарайшық аумағындағы ағайындардың туған туысқандары бар. Біздің басты міндетіміз республикалық ескерткішті сақтау, оны қорғау болатын. Біз заңдылық аясында осы жұмыстарды атқарып, елге түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Дегенмен, бүгінге дейін біздің жұмыстарымызға қарсылық білдіруші ағайындар бар. Ең бастысы, бұл жұмыстардың барлығы заңның аясында екендігін атап өткім келеді. Екіншіден, хан моласында жүргізіліп жатқан зерттеулерге қарсылық. 2019 жылы біз музей-қорықтың ғылыми қызметкерлері соңғы жылдары табылған топографиялық карта бойынша хан моласын анықтауға кірістік. Әрине, хан моласының өз заманында Әлкей Марғұлан да сарайшықта болған. Одан кейінгі археологтар да іздеді. Бірақ топографиялық карта ол кезеңде табылмаған болатын. 2019 жылы біз оның орнын анықтадық. Ал 20-ші жылы археологиялық қазба жұмыстарына кірістік. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу барысында біз хан моласының үстіндегі Мырзағалиевтер, Наушабаевтар ұрпақтарымен кездесіп, олардың алдын ала рұқсатын алдық. Нәтижесінде сол жылы біз 2 метр тереңдіктен қабырхананың үлкен ғимараттың бір бөлігін ғана анықтадық. Ал 2021 жылы осы үлкен жұмыстарды жалғастыруды қолға алған болатынбыз. Зерттеудің барысында хан моласының үстінде 1870-1950 жылдар аралығындағы 20 жерлерінің бар екендігі анықталды. Оның 7-еуі жаңағы атап өткен Мырзағалиевтер, Наушабаевтардың аталары. Бұл ағайындардың барлығының рұқсатын алдық жазбаша. Қалған 6 құлыптас маманды шақыртқанымызбен оқыту мүмкін болмады. 7 құлыптас оқу мүлдем мүмкін емес, ештеңе көрінбейді. Ал 6 жерлерінің басында ешқандай белгі жоқ. Біз осы мәселені, яғни көшіру мәселесін ауылдың тұрғындарымен, ауылдың ақсақалдарымен, ең бастысы сол жерде жерленген ағайындардың рұқсатын алуымен толықтай жүзеге асырылды. Бұл арада біз ислам талаптарын толықтай орындадық. Әрбір жерленім мұсылмандық жолмен шығарылып, пәктеліп, құлметтен зиратына жерленді. Соңында арнайы қоршаумен қоршалды, басына қара мрамор тастар қойылды. Бұған ешкімнің қарсылығы жоқ деп есептеймін. Ең бастысы, біз осы жерлерді көшіру барысында соның нәтижесінде хан моласының 4 бұрышында толықтай бүгінде анықтадық. Алда зерттеулер болады, өзінің нәтижесін береді деп ойлаймыз. Бүгінде осы зерттеулерді біз белгілі археологтарға көрсеттік. Республикадағы, Ресейдегі олар осы жерде жоғары деңгейдегі элита ел басшысы жерленген деген пікірлерін білдіріп отыр. Бұл жердегі жұмыстар болашақта өзінің жалғасын табады деп есептеймін. Өйткені ол біздің болашақ еліміз үшін керек, болашақ сарайшығымыз үшін керек. Бұл ең бастысы туристік аймаққа айналдыру үшін де қажет. Ең бастысы біз зерттеу барысында осы Алтын Ордаға қатысты, Ноғайлы дәуіріне қатысты, қазақ хандығына қатысты үлкен ғылыми жаңалықтарды ашамыз деген ойдамыз. Үшіншіден, журналистер телеарнада көрсеткендей, бұл жерде ешқандай сүйектер шашылып жатқан жоқ. Керісінше біз республикалық мекеме болғаннан кейін бүкіл орта ғасырлық сарайшық аумағындағы сүйектерден тазарттық. Жер бетінде көрініп жатқан, ал мал сүйектердің шашылуы ол кез келген қазба барысында болатындығы белгілі. Бір сөзбен айтқанда, біздің жұмыстарымыздың барлығы заңның аясында жүзеге асып жатыр. Жергілікті халық бұл мәселені толықтай түсінеді және қазірдің өзінде бізге келіп, бізді қолдап жатқан елдің ақсақалдары, аналары жеткілікті.